Бүгін өздеріңізбен мынандай мәселе туралы ой ортақтастырғым келіп отыр. Отбасындағы бала тәрбиесі жасқа, жынысқа бөлінбей, ер азамат әйеліне, әйел азамат еріне сілтеп қойып қарап отырмай, ортақ атқаратын жауапкершілік, үлкен міндет. Өкінішке орай кейбір қоғамдық құбылыстар бұл тенденция сақталмайтындығын айғақтайды. Яғни алысқа бармай-ақ қояйық, күні кеше мектептің басталар сәтіндегі балалардың дайындық жұмысына жүгіріп жүрген кімдер екендігіне назар салсаңыз, еске түсірсеңіз де түсінуіңізге болады. Бүгінгі күнде мектептерге барыңыз, таңертең кім сабаққа ертіп келеді және сабақтан қайтқанда кім күтіп алады. Оны да былай қойыңыз, оларға сабақ беретін ұстаздардың көбінің әйелдер екендігін қосыңыз, әйел азаматтар екендігін. Оны да есепке алмаймын десеңіз, мектептің, кластың тобында, жаңағы чатта отыратындардың барлығы дерлік әйел азаматтар. Бұл нені білдіреді? Бұл қоғамда кейбір ер азаматтардың тәрбие жұмысын әйел азаматтардың меншігіне деп есептейтіндігін, сондай танымда екендігін білдіреді. Бұл негізі дұрыс нәрсе емес, өйткені тәрбие жұмысында ер азаматтың берген, әкенің берген анасы бере алмайды, ананың орнын ер адам баса алмайды ешқашанда. Сондықтан мен мынау 7 жыл уақытымды жұмсап жазған тәрбие танымдары деп аталатын арғы заманнан алашқа дейінгі тәрбие танымдары жинақталған кітапта барынша ер азаматтарға қозғау салу мақсатында мысалдардың көбін тарихта өткен ер азаматтардың өмірінен, өнегелі өмірінен алдым. Әрине, ол кісілер екінің бірі емес, екі қазақтың бірі емес. Абай, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп атамыз деген сияқты, және күні кеше өткен Нұрғиса Тілендиев деген сияқты, бүгін көзі тірі Мұхтар Мағауин деген сияқты айтулы ер азаматтардың өміріне мысал келтіруге тырыстым. Бұндағы ойым тәрбие жұмысына салғырт қарайтын кейбір ер азаматтардың ойына қозғау салу. Әрине, бұнымен мен ер азаматтардың барлығы тәрбие жұмысына салғырт қарайды деген пікірді, сыңар жақ пікірді айтқым келіп отырған жоқ. Тәрбие жұмыстарына көңіл бөлетін әкелерді де кездестірдім, бірақ қоғамда тәрбие жұмысын әйелдердің меншігі деп есептейтін, әйел азаматтарға сырып тастайтын, аналар ғана айналысатын, жұмыс деп қарайтын ер азаматтар жоқ емес. Бүгінгі видео сол азаматтарға бағытталады. Сондықтан отағасыларға жіберіңіздер, таратыңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді пікір алаңына жазып кетсеңіздер.